Сабақ тақырыбы ішкі мүшелер жұмысының реттелуі. Жүйке жүйесі орналасуы бойынша орталық және шеткі жүйке жүйесі болып бөлінеді. Атқаратын қызметтері бойынша сомалық және вегетативті жүйке жүйесі болып бөлінеді. Бүгін сабағымызда атқаратын қызметтері бойынша жүйке жүйесінің бөлімдеріне тоқталамыз. Алдымен сомалық жүйке жүйесі. Ол дене қимыл қозғалысы, яғни қаңқа бұлшықеттерін басқарады. Ол адам еркіне бағынады. Сомалық жүйке жүйесінің орталықтары үлкен ми сыңары қыртысты маңдай бөлімінде орналасқан. Бұлшықетке команда жұлын арқылы беріледі. Вегетативті жүйке жүйесі адам еркінен тыс, санадан тыс түрде жүзеге асырылады. Қаңқа бұлшықетінен басқа бүкіл ішкі мүшелерді басқарады. Ол біздің еркімізге бағынбайды, сондықтан автономды. Мысалы, ас қорытуды жылдамдатуға, жүрек соғысын баяулатуға, тамыр арнасын тарылту не кеңейтуге біз мәжбүрлей алмаймыз. Вегетативті жүйке жүйесі ішкі мүшелердің және тамырдың бірыңғай салалы бұлшықеттерінің іс-әрекетін қамтамасыз етеді. Вегетативті жүйке жүйесі симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдерге бөлінеді. Бұл бөлімдер бір-бірімен қарама-қарсы қызметтер атқарады. Мысалы, симпатикалық жүрек іс-әрекетін қоздырса, парасимпатикалық баяулатады. Ал ішектің жұмысын симпатикалық бөлім тежесе, парасимпатикалық жүйе қоздырады. Енді бөлімдерге жеке тоқталатын болсақ, симпатикалық жүйке жүйесі жалпы ағзаны белсенді күйге келтіреді. Жүрек соғуды, тыныс алу мен қан ағысын жылдамдатады. Зат алмасу белсенді және көз қарашығы мен бронхиолаларды ұлғайтады. Жалпы симпатикалық жүйке жүйенің орталығы жұлында, мойын, бел бөлімдеріне дейін болады. Парасимпатикалық жүйке жүйесі симпатикалық жүйке жүйесіне қарама-қарсы қызметтер атқарады. Бірақ жалпы зат алмасуды төмендемейді. Бұл жерде ас қорыту және бөлуді күшейтеді. Ішектің асқазанның жиырылуын және сілекей мен басқа да ас қорыту сөлінің бөлінуін күшейтеді. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің орталығы ортаңғы мида және жұлынның 8 көз сегменттерінде басталады. Осы жерден парасимпатикалық жүйкелер шығады. Сонымен бірге бұл барлық мүшелерге қозуды жібереді. Жалпы вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдерінің жүйкелері, яғни қозулары барлық мүшелерді қамтамасыз етеді. Сонымен симпатикалық бөлім күрес немесе қашу реакциясына дайындайды, ал парасимпатикалық бөлім демалу және қорыту күйіне келтіреді. Енді оқу тапсырмасы: вегетативті жүйке жүйесі бөлімдерінің қызметтерін жазыңыздар. Енді тапсырма жауаптарын тексерейік. Симпатикалық қан тамырларын тарылтуға байланысты қан қысымын көтеруге септігін тигізеді. Көз қарашығының ұлғаюына әсер етеді, жылу беру жоғарылайды, жүрек жиырылу мөлшері артады, ас қорыту мүшелерінің іс-әрекетін тежейді. Қуықтың бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасын босаңсытады. Парасимпатикалық бөлімі қан тамырлары кеңейеді, көз қарашығы кішірейеді, жылу беру төмендейді, жүректің іс-әрекетін ретке келтіреді, ас қорыту мүшелерінің іс-әрекетін қоздырады, қуықтың бұлшықет тонусын жоғарылатады. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.